Құрметті диқандар, ерте өнім алу мақсатында қарбыздың көшеті, қауынның көшеті наурыз айында егіліп жатады оңтүстікте. Оңтүстік болғанымен де әлі де топырақ салқындық болғандықтан жерді қыздырамыз деп жерге пленка төсеп, үстінен дуга қойып қыздырғанымен бәрібір ескі жерлер топырақтың құрамында ауру туғызушы микробтар, қарасан дейді ғой, черный ножка деп жатады. Осы аурулар туғызатұғын фузариум, аукоспорум, вертицилиум микробтары жаңағы көп болғандықтан егіндер қарасан болып, черный ножка болып, түйін өсіп атқан кезде көтер алмастан пәлегі солып өліп қалып жатады. Оның барлығы шығын, өздеріңіз білесіздер. Біріншіден тұқым қымбат тұрады, екіншіден жай салып, оның ішіне от жағып, көшет өсіріп, оны жерге еккеннің бәрі шығында, шығын бола тұра, егістік алқаптың 15-20 кейде 30-40%-дағы егін піспей жатып өліп қалған кезде диқан шығынға батып қалады. Сондай жағдай болмау үшін стаканчиктерге жаңағыдай шопағын тастаған кезде қарбыздың бірден Бионикс препаратымен, Бионикс препаратының құрамында триходерма вирида саңырауқұлағы немесе фитоспорин препаратын. Оның құрамында бациллус субтилус бактериясы бар. Осы екеуі де қарасан ауруын туғызатын, тамыр шірік ауруларын туғызатын микробтарды жойып, егінді аурудан аман есен сақтайды. Бұл препараттардың барлығын Южный Полевод фирмасында немесе Южный Полевод фирмасының дилерлерінен алсаңыздар болады.